неде мектеп? Батя, осы сен мектепке бардың е? Иә, бардым. Мен онда да жұмыс істегем. Әке, біз өзіміздің мықты екенімізді көрсету үшін не істеу керек? Ең біріншіден ең жанды орынды таңдап алуларың керек. Ана сізген ана үштен тұр. Соны айтам. Давай, тұр, босат. Сендердің бастарың ақпай ма, не шегіп ағасындар ма, еп? Ей, тұр дедік қойна. Ебай, талқаған мұны. Дос, сендердің бастарың ақпайды, артқы орын туралы айттым, апайдың орын емес. Айттым ғой, Чатлақ, мен саған артқы орындықтар деп. Жарайды, оқу емес пе? Тағы күшті екенімізді көрсету үшін не істеу керек? Так, мектептегі ең мықты адамды ұстап аласыңдар да көтін айырасыңдар. Мына мектепті кім ұстайды да? Ойбай, директор қайда? Прикинь, директор ұстайды дейді ғой. Мұнда не болып отыр? Жай, ештеңке. В общем, директордың көтін айырып тастадық. Топастар, мықты адам деген ол 11-ші класстың старшагы. Біз қайдан білеміз, бізге директор деді ғой. Ой, тоба. Мен бауырыңның көзі қысқан кезде Инстаграмға тіркеліп кеттіңдер ше. Барасың бар ма менмен? Қаным түспес, Чатлық. Мына телефон шақсың ба? Басың істеме, неме ал болдың? Сен қызың бар деп кім айтты? Сен шатағым болмасын өді. Суть не в этом. Төбелесесің ба? Жоқ. Көтің боқ. Бауырың тыңдамаса бірінші соқ. Болды, Чатлақ, қысыз бір жеңді. Прищепка берсін, қысып қоям. Мә, Мен қалжыңдадым ғой. бұл баршы мешать етпеш болды, қош. Ой, подкаблучник өкше. Болды ма? Мам! Не болды? Мына сұмырай маған тиісті, мам. Мен сұмырай емеспін. Я, самурай. Балам, ренжіме, гудбай. Мен және де көктем қыз перді ғой көттен. Мам, мен далада ойна кесем бола ма? Сандалма, сен даланы көрдің ба? Балшық. Ну, мам. Аяғың су болады, содан кейін ауырасың. Су болмайды, мам. Нан ұрсын. Чатлақ, ешқашан нан ұрсын деп айтпа. Бір рет сөйтіп айтам деп мен нан ұрып кеткен. Да ладно, тогда обещаю, су болмайды. Көреміз. Аяқтағы сапышкін айтсашы. Стиль, вот так, стиль. Всегда на стиле. Давай напоследок еще. Мам, мен келдім. Молодец, красавчик, аяғың су болған жоқ па? Болды. Кішкене. Қас көрейік. Өтірік. Көтіңді ұрайын. В общем, балам, сен детектор ылжыға тексереміз. Ол не тағы? В общем, өтірік айтсаң, мынау шиқылдайды. Давай. Сен бүгін қайда болдың? Мектепте? Топас, каникул емес пе? Көтіме тықпадым ба еще? Шыныңды айт, қайда болдың? Достарыммен киноға бардым. Өтірікші! Сонымен қайда болдың? Пиво ішетін тәтелермен барып пиво іштім. Масқара! Қайдағы масқара? Саған тартқан ғой, сен балаң ғой. Ошышың. Мен және де өтірік. Көті қысқан кезде. Айналайын, бір көтім айналайын. Дәп-дәп оған көтеннен айналайын. Ай, Чапық, ана жолы не болған есінде ма? Просто ана жолы кішкене духым аз болып қалды. Жабай, духым аз болып қалды. Не, қазір көп болып тұр ма не? Иә, потолок жарып тез кетейін деп тұр ғой. Мен өлең шығардым ғой. Әй, бүркіттер не десе де о десін, босқа болай көтәгімді жемесін. Қалай шықты? Ошышы, бүркіт аға, сіз мен не дегенді естіңіз? Жоқ, естіген жоқпын. Білесің, құлағым естімейтін. Назар аудармаңыз. Білесіз ғой Чапоктың басы істемейтінін. Білесің? Ана жол айттым ғой мен саған, көтің қыз деп. Мал! Бауыр